Bir күні екі дос орманда келе жатады. Кенеттен алдарынан бір аю шыға келеді. Сол кезде біреуі қаша жөнеледі. Екіншісі талға өрмелеп жасырынып қалады. Қашқан жігіт ортада қалып кетеді. Алайда не істерін білмей тұрғанда, ойына өлген адам сияқты жерге етпетімнен жата қалсам, бәлкім құтылып кетермін деп жерге жата қалады. Аю келіп оны иіскелей бастағанда демін жұтып, дем алмай жатады. Аю кеткен соң талға өрмелеп кеткен досы төмен түсіп, досының қасына келіп күліп: «Айтшы ал, аю сенің құлағыңа не деп сыбырлады?» дейді. Сонда досына қауіп-қатер төніп тұрғанда қашып кеткен адамдардан сақтану керектігімді айтты дейді.